Залым патша мен сиқыршылар бірігіп өлтіре алмаған бала. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Бұл оқиға Құранның Буруж сүресінде келеді. Кезінде бір өте залым патша болыпты. Ол патша өзін құдаймын деп жариялаған. Жалпы тарихтан байқасақ, өзін құдаймын деп жариялаған патшалар көп. Адамға сәл байлық келсе, артығырақ билік келсе, құдаймын деп ойлап қалады екен ғой. Енді бұл патша құдай болу үшін де ерекше бір қасиет болу керек шығар деп, қасына бір сиқыршысын ертіп алады. Ол сиқыршының аты Шайтун. Шайтун әртүрлі сиқырлар жасай алатын өз ісінің шебері болады. Сөйтіп ол қауымына жан-жануарлардың бейнесін көрсетіп, түрлі сверхъестественный дүниелерді көрсетіп, патшаның құдай екеніне сендіріп қояды. Біраз уақыт өткен соң Шайтун қартаяды. Күндердің бір күні патшасына кеп, менің жасым біраз жасқа келді. Болашақта сізге қызмет ететін, менің орным басатын сиқыршы дайындасам деп ойын білдіреді. Патша, енді сиқыршы болатын адам қалай таңдайсың? Деп сұрағанда Шайтун, ауыл аймақтан бозбалалар шақырып жарыс ұйымдастырайын, ең мықтысына өзім білетін сиқырлардың қыр-сырын үйретейін деп жауап береді. Патша келісім беріп, конкурс ұйымдастырады. Жан-жақтан кішкентай балалар, орта жастағылар, үлкен кісілер бәрі кеп қатысады. Бүкіл қатысушылардың ішінен Шайтунға қолынан көп нәрсе келетін бір бозбала ұнап қалады. Оны жеңімпаз деп танып, өзіне шәкірт қылып алады. Ол бала патшалықта емес, сәл шалғай жерде өмір сүреді екен. Шайтунға алыстан қатынап сабағын алып жүреді. Шайтун оған сиқырдың алғы шарттарын, негіздерін үйрете бастайды. Уақыт өте келе жеңіл-желпі сиқырларды үйретеді. Күндердің бір күні бозбала сабағынан өзінің ауылына қайтып бара жатқанда күн батып кетеді. Оның үйіне қайтатын жағы таулардың арасы екен. Таудың арасымен кетіп бара жатқанда бір алыстан жарық түседі ғой. Бұл не жарық болды екен? Жақындап барып көрейінші деп барса, бір үңгірдің ішінде қария отыр екен. Алдына от жағып алған. Ол кісі баланы көріп, балам, қайдан келе жатсың? Деп мән-жайды сұрайды. Бозбала ашылып бүкіл әңгімесін айтып береді. Осындай Шайтун деген үлкен сиқыршыдан білім алып жүрмін, сол жақтан қазы келе жатырмын деп жағдайын түсіндіреді. Қария, балам, сиқыр деген жалпы Құдайдың тыйым салған нәрсесі. Ол жақсы дүние емес. Біздің жаратушымыз Алла. Сенің Құдай деп жатқан патшаң ол Құдай емес, әшейін адам ғой. Ал Шайтун адамдарды алдап арбайтын сиқыршы ғой, деп уағыз айта бастайды. Уағыздан қатты әсерленген, көп ғибрат алған бозбала, мен сізге жиірек келіп тұрсам, білім алып тұрсам бола ма деп сұранады. Қария, жарайды, кеп тұр, бірақ Шайтунға мен туралы айтпай-ақ қой деп рұқсатын береді. Сөйтіп үйіне кеш барады. Анасы, қайда жүрсің? Неменеге түнделетіп жүрсің деп ұрсып береді. Сонда бала, Шайтун ұстап қалды, сабақ ұзағырақ болды деп сылтауын айтады. Анасы үндемейді. Келесі күні Шайтунның сабағына бара жатқанда, жолда Пабуди қарияға кіріп, тағы бір-екі сабағын алып шығады. Сөйтіп Шайтунға кешігіп барады. Шайтун, қаяқта жүрсің? Сен ұзақ күтуің керек пе не? Уақыт қанша болды деп ашуланады. Сол кезде бала, мен үйде мама ұстап қалды. Ары-бері жұмсады, сөйтіп кеш кеп қалдым. Айып етпеңіз деп айтады. Сөйтіп анасына Шайтун ұстап қалды, Шайтунға ана ұстап қалды деп екі жаққа отмазка айтып жүреді ғой енді. Сол уақытта қариядан білім алып жүреді. Енді діни білім мен сиқырды бірге алып жатқан бала ғой. Жалпы дін мен сиқыр бір жүрекке қонбайды да. Яғни екеуінің біреуі жеңіп кетеді. Енді бұл баланың жүрегіне діни білім орын алыпты. Айналысып жүрген сиқыры өзіне ұнамсыз, өзіне бір жиіркенішті болып көріне бастайды. Күндердің бір күні қарияның сабағынан шығып, Шайтунның сабағына бара жатқанда, қалаға кіре беріс жерде бір топ адам жолдың бойында жиналып тұр екен. Не болып қалды, не істеп тұрсыңдар дегенде, олар
мына жерде бір мүйіз тұмсық жануар өліп қапты, жолды жауып қойыпты, сен шайтанның шәкірті едің ғой, мынаны жолдан алып тастауға көмектесеші дейді. Бала қараса, шынында бір жануар ортада жатыр екен, жолдың арғы жағында бір топ адам, бер жағында бір топ адам жиналып қалған екен. Бір жағынан бозбала қуанып, кімнің тура жолда екен тексеретін сәт келген сияқты. Қариянікі дұрыс па әлде шайтундікі дұрыс па деп қолына тасты алады. Қарияның Раббысының атымен деп тасты мүйіз тұмсыққа лақтырып қалғанда, тас аңға тиіп, ол жануар құздан құлап кетеді. Барлық адам шапалақ ұрып, міне шайтунның шәкірті, маладес, мықты қып тәрбиелеп деп қуана бастайды. Сол кезде бозбала болған жағдайдан сабақ алып, жиналған адамдарға, бұл шайтунның сабағынан емес, бұл Раббым Алланың көмегімен. Адамдар, қайдағы Раббым Алла, не етіп тұрсың? Біздің Құдайымыз патша ғой деп түсінбейді. Сол сәтте бала, жоқ, Құдай адамдардың арасынан болуы мүмкін емес. Біздің бір ғана Раббымыз бар. Ол Алла. Ол абсолюттік күштің иесі. Біздің жаратушымыз деп қариядан алған біліммен бөлісе бастайды. Сол жерде баланың сөздерінен біраз адам әсерленіп, Аллаға иман келтіреді. Бұл әңгіме көп ұзамай шайтунға, сосын патшаға да жетеді. Сонда патша адамдарын жібертіп, баланы алдарына алдыртады ғой. Ол, бұндай білімді кімнен алып жүрсің? Бұны саған кім айтып жүр? Кім үйретті деп баланы қинай бастайды. Баланың аты бала ғой енді. Мен осындай қариядан білім алып жатырмын, ол кісі осындай жерде деп бүкіл шындығын айтып береді. Патшаның бұйрығымен адамдары қарияны алдына алып келеді ғой. Сол сәтте патша қарияны танып, сен екенсің ғой дейді. Сөйтсе ол қария кезінде патшаның уәзірі болған кісі екен ғой. Өте мықты қызмет атқарған, бірақ патша өзін құдаймын деп жариялап, қатыгездік таныта бастағанда, маған тыныштық керек, бәлесінен аулақ деп, жұмыстан шығып, сол үңгіріне барып, білімін алып, Құдайға құлшылық етумен айналысады ғой. Патша қатты ашуланып, ол қарияны өлтіріп тастады. Сөйтіп енді мына бозбаланы не істейміз, бұны да өлтірейік деген шешімге келеді ғой. Өзімізді енді Құдаймыз деп жатырмыз ғой, сондықтан публично адамдардың алдында баланы өлтірмей ақ қояйық, ұлылығымызға сын болып қалар, ұят болар, бұны ана таудың үстінен лақтырып өлтіріп тастаңдар деген бұйрық береді. Патшаның адамдары бозбаланы ұстап, таудың басына барады. Енді лақтырайын деп жатқанда, үлкен дауыл болып, керісінше патшаның адамдарын таудан ұшырып жібереді. Төмен балаға ештеңе болмайды. Ол патшаның алдына қайта келеді ғой. Патша, не болып қалды? Менің адамдарым қайда, сен неғып жүрсің деп аң-таң болады. Бозбала, Алла олардың өздерін ұшырып жіберді. Мен аман қалдым деп мән-жайды түсіндіреді. Патша қатты ашуланып, мына баланы теңіздің ортасына апарып, аяғына тас байлап лақтырып жіберіңдер дейді. Бір топ адамдары баланы алып, қайыққа отырып, теңіздің ортасына апарады. Сөйтіп, аяғына тасын енді байлайын деп жатқанда, теңізде үлкен дауыл болып, қайық төңкеріліп, адамдардың барлығы батып, жоқ болып кетеді. Тек мүмін бала аман қалады. Сөйтіп ол жағаға шығып, патшаның алдына қайта барады. Уже патша мен шайтан қорқа бастайды ғой. Жалпы имансыз адамдар иманды адамнан қатты қорқады негізі. Себебі иманды адамның артында арқа сүйейтін Раббысы Алла бар ғой. Алла өзіне тәуекел еткен адамдарды, өзіне иман келтірген адамдарды ешқашан жалғыз қалдырмайды ғой. Ал имансыз адамдардың арқа сүйейтін ешкім жоқ. Патшалыққа келген бозбала өзіне қорқып тұрған шайтанмен, ал имансыз адамның артында арқа сүйейтін ешкім жоқ. Патшалыққа келген бозбала өзінен қорқып тұрған шайтанмен патшаға қарап, сендер мені өлтіргілерің келе ме деп сұрайды. Патша иә дейді. Бала онда алаңға бүкіл қауымның адамдарын жинап, мені ағашқа байлап, осы баланың Раббысының атымен деп садақтың оғын атасың, сол кезде мен өлемін дейді. Патша келіседі. Сөйтіп алаңға бүкіл қауымның адамдарын жинап, шамамен садақтың оғы жететін жерге мүмін баланы байлап қояды да, айту керек сөзді айтпай садақтың оғын атып жібереді. Бірақ ол мүмін балаға тимейді. Мүмін бала мен айтқан сөздерді айтып барып ату керек деп ескертеді. Патша тәкаппарланып, ашуланып, ештеңе айтпай садақтың оғын тағы бір рет атып жібереді. Бірақ ол да тимейді. Бозбала, даусыңды шығарып айту керек, сөзді айтып барып ат дейді. Сол сәтте патша даусын шығарып тұрып, осы баланың Раббысының атымен деп
садақтың оғын атып қалған кезде оқ жебе мүмін балаға тура тиеді. Бозбала алаңда бүкіл қауымның көзінше қайтыс болады. Патша міне өлтірдім деп риза болады. Көрдіңдер ма, Құдай мен деп мақтанып тұрғанда бүкіл жиналған қауым бозбаланың Раббысына иман келтірдік деп шу ете қалады. Сөйтіп бүкіл қауым, ел жаппай иман келтіреді. Енді олар да көріп тұр ғой. Таудан лақтыруға тырысты, өлген жоқ. Теңізге батырып өлтіргісі келді, өлген жоқ. Оқ атып өлтіре алмай, тек бозбаланың Раббысының атымен деген сәтте ғана бала өлді. Осының бәріне куә болған адамдар патшаға емес, Аллаға иман келтірді. Патша қатты ашуланып қабылдай алмайды. Сөйтіп ор қазып, ішіне ағаштарды тастап, үлкен от жағады. Сол отқа адамдарды бір-бірден шақырып, сен мені Құдай деп мойындайсың ба, әлде ана баланың Раббысын мойындайсың ба деп сұрайды. Көпшілігі бозбаланың Раббысын мойындаймыз деп жауап береді. Олардың барлығын отқа лақтырады. Кезек кішкентай нәрестесі бар әйелге келеді. Бұл әйелге кімді мойындайсың деген сұрақ қойылғанда сәл кідіріп қалады. Өзі ана, өзін ойлап, баласын ойлап тұр ғой. Конечно, оңай емес. Сол сәтте Алла кішкентай жүргектегі нәрестеге тіл бітіріп, анашым қорықпа, сен тура жолдасың деп сөйлейді. Анасы кішкентай баласының сөзіне жігерленіп, мен бозбаланың Раббысын мойындаймын, соған иман келтірдім дейді. Сол сәтте патша анасы мен баласын отқа лақтырып жібереді. Бірақ бұл кісілердің өлімі шахидтің өлімі ғой. Ақыретте ешқандай азап жоқ, иншалла жәннаттық болады. Бұл Буруж сүресіндегі залым патша мен мүмін баланың оқиғасы. Осы оқиға айтылған соң келесі аяттарда Алла Тағала иман келтіргендерді сынап, қинағандар тәубе етпесе, Алланың ауыр жазасына ұрынады дейді. Тәубе етпесе деп тұрды. Ал тәубе етсе Алла бұл залым патшаны да кешіріп жіберейін деп тұр ғой. Қараңызшы, өмірде біз менің күнәм үлкен ғой, Құдай кешірмейді ғой деп ойлауымыз мүмкін да. Жоқ, сіздің үлкен күнәларыңыз жер бетін жаулап алса да, жер бетіндегі бүкіл адамға тарап берсең де жететіндей күнә болса да, тәубе етсеңіз, бүкіл күнәңізді кешіріп жіберу Аллаға түк емес. Енді тәубе етем ғой по-любому деп, немесе Алла кешірімді екен ғой деп күнә жасай беруге де болмайды. Ондай адамға тәубе ету мүлдем нәсіп етілмеуі мүмкін. Осымен шығарылым аяқталды. Лайк басып, парақшаға тіркеліп, репост жасап қойыңыз. Мүмкін сіздің репостыңызды көріп, бір адам тәубесіне келетін шығар. Рахмет.